туған ай бойынша кармаларды айтып отыратын боламын. Әр айдың кармасын. Январь айында туылған кісілерде көбінесе бауырлармен, туған туыстармен, көбінесе бауырлармен проблема болып жатады. Ол кісілердің задачасы бауырлармен жақсы қарым-қатынаста болу. Февраль айында дүниеге келген кісілердің кармалық задача дейді ғой, кармасы бойынша. Енді январдағыларды айтып отырмын, бауырлармен жақсы қарым-қатынаста болу, ағаларын тыңдау, ағайындармен жақсы қарым-қатынаста болу. Егер январь айындағы туылған кісілер минуста болатын болса, олар үнемі бауырлармен, ағайындармен үнемі керісіп жүреді. Ал февраль айына келетін болсақ, февраль айында туылады. Көбінесе үлкен кісілерге құрмет болмағанда, үлкен кісілерді ата әжелері ауырған кезде осы февраль айындағы балалар дүниеге келеді. Және сол февраль айындағы балалар сол ауырған кісінің жанында болса, ол тек қана жанында болу арқылы емдей алады екен. Февраль айындағы балалардың сондай қасиеті бар. Егер үйіңізде февраль айында бала туылса, бір 7 жылдан кейін сол жақын туыстары ауыруы мүмкін. Жақын туыстары ауырған кезде сол баланың қасына апарса, тезірек жазылуына көмегін тигізеді. Балалар именно февраль айында кісілер сондай энергетикасы бар. Тек қана жанында ауырған адамның жанында болса, ол өзімен өзі жақсы жаққа қарай жазыла бастайды, ауру жеңілдей бастайды. Солай. Март айында туылған балалар көбінесе ұл балаларға ертерек ата-анадан, анасынан көбінесе сепарация болу керек. Себебі сепарация өтпейтін болса, ол тым анасын көп тыңдайды да, енді тыңдағанда өте исполнительный болады, мамасын қатты жақсы көреді. Сол себепті енді мамасы қандай тәрбие берді, соған байланысты. Егер мамасы кішкене балаға бостандық берсе, өзінің ойын білдіруге, өз таңдауымен жүруге мүмкіншілік берсе, ол бала тезірек сепарациядан өтіп, өз өмірін құрып кетеді. Ал егер сепарациядан өтпеген болса, ол отбасында да проблема болады. Ол семьясынан көрі көбінесе анасына қарай жақын болады да, өзінің семьясы бір жақта қалады. Сөйтіп март айындағылар отбасында реализация болмай қалып жатады. Ал енді апрель айына келетін болсақ, ол апрель айында туылған балалар әкесінің не дейді, күнәсін көтеруге келген адам, әкесінің жасаған қателіктерін түзетуге келген адам. Сол үшін көбінесе келгендіктен әкесіне ол наставник болады да, апрель айында келгендер. Достар, тегін пин-код есептетіп аламыз. Туған күнімізді, айымызды, жылымызды жазамыз. Қазір карма туралы айтып жатырмын. Ал май айында туылған балалардың кармасы көбінесе мамасымен болады. Мамасымен қарым-қатынасы дұрыс болмайды. Минустағы жағдайда мамасы өте, енді мамасымен ұрысып жүреді, мамасымен керісіп жүреді. Сол арқылы кармасын күшейтіп алады. Ол кісілерге мамасы қандай болмасын қабылдап, қателігін кешіріп, мамасымен жақсы қарым-қатынаста болу керек. Сонда ғана оның өмірі жақсы жақта болады, жақсы өмір сүре алады. Ал енді июнь айына келетін болсақ, ол июнь айы отбасы үшін келген. Отбасында көбінесе июнь айында туылады балалар. Измена болса, анасы әкесіне или әкесі анасына измена жасайтын сондай кезде июнь айында бала дүниеге келеді. Ол июнь айындағы балалар сол ата-анасының қарым-қатынасын жақсартуға келеді. Оның задачасы сол ата-анасын қосу. Енді көбінесе июнь айындағы балалардың ата-анасы мынандай не болады, енді үдемі ұрыс керіспен сондай өмір сүреді да, и кейін июнь айындағы балалардың тоже семьясы дұрыс болмайды. Июль айында келген балалардың задачасы кармалық, олар әке-шешесін басқа елге, басқа жерге көшіру міндеті. Енді бір орыннан басқа жерге ауыстыруда. Енді июль айындағы балалар көбінесе өте целеустремленный болады, бір орында тұрмайды, үнемі қозғалыста жүру керек оларға. Сөйтіп солай энергия алады да. Июль айындағылар сөйтіп ата-анасын бір орыннан бір орынға көшіруге келген балалар. Ал август айындағы келген балалардың задачасы тоже ата-анасымен байланысты, семьямен байланысты. Ол кісіге всегда әрқашан честный болу керек. Сосын үнемі ата-анасын
қосуға бір-бірімен жаңағы қалай айтсам, ну, сплотить семью дейді ғой, сондай задачасы сондай. Және егер август айында көбінесе туылған балалар туылғаннан кейін көбінесе ата-аналар ажырасып жатады. Сол кезде бала негізінде сол ажыраспай керісінше бір-біріне қосу үшін көрмегендіктен көбінесе содан болады. Ал сентябрь айындағылар дүниеге баласын, сентябрь айында үлекке кетуге тырысады. Көбінесе октябрь айында ақшамен қарым-қатынас жақсы болу керек бала. Октябрь айында баланы көбейту және көркейту. Октябрь айындағылар ата-анасын тоже бір деңгейге өсіру, статусты болу және өте ноябрь айындағылар өте дисциплинированный болады. Егер дисциплина жоқ болса, мысалға режиммен жүреді, дисциплина режим болмаса, олар минуста жүреді балалар. Ноябрь айының задачасы ата тегінің атағын шығару дейді ғой. Мысалға, егер ата-анасы оқымаған болса, бұл ноябрь айындағы балалар оқып, білім алып, және бір қызметте істеу. Егер қызметтегі ата-аналар болса, балалар бастыққа дейін көтерілуі керек та, сондай статусын көтеру үшін келген балалар. Декабрь айын айтатын болсақ, бұлардың задачасы көбінесе декабрьде туылғандар қалай болады? Болмайтын жертваларға бара бермеу керек. Оларда бір үлкен цель болу керек, және сол мақсатқа жету барысында отбасын біріктіру керек. Отбасын біріктіруге келген